Енді текстке байланысты, мысалы қайта мына жерге оралайық. Міне осыны белгілейміз. Бізде жеке-жеке тұр. Міне байқап отқаныңыздардай. Осыны бағана үйренгендей сол жақпен міне басамын. Міне теңестіріп беріп тұр сол жақпен. Осындай мысалы бір жазғыңыз келсе, енді келесі артқа қайтарайық. Сол оң жақпен теңестіріп береді міне. Центр, міне. Және барлығын, мысалы мынауың барлығы бұлай тұратын болса, әртүрлі деңгейде. Осының барлығын бір деңгейде жоғары жақпен теңестіру керек болса, міне көрдіңіздер ме? Выровнять поверху деп тұр. Осыны басасыздар, центр болса центр. Астымен міне. Және бағанағы интервал жайлы тағы да тоқталып өтейін. Егер де мына сіздің 2-3 объектінің осылай тұратын болса, бәрі бір деңгейде, бірақ арақашықтықтары, мысалы сіздер 4-5 объектіні алып алсаңыздар, осының арақашықтығы бірдей керек болатын болса, сіздер белгілейсіздер, Shift ені басасыздар. Міне, сол кезде мына жақтағы барлық объектінің арасы теңесіп тұрады. Интервалы, яғни арақашықтығы бірдей болып тұратын болады. Сосын мына жердегі мән берсеңіздер, мынау бірінші тұрсын. Осы активный объекті деген қай жерде тұр, соған байланысты ғана теңестіріп береді. Егер мыналарды қолданатын болсаңыздар, мынау сіздер мысалы қараңыздар, по краям страницы. Бұл деген мына жерде белгілі парақтың беті, соған осы параққа байланып тұрады да теңестіру. Мысалы, мына жерде тұрса, бірден мына жақ кетіп қалады. Мысалы, қайталайын, басатын болса, міне істейдім. Shift ені бассақ, қазір қараңыздар. Мысалы, мен мынаны бүйтіп топтастырам десем, бағанағындай мынаны бүйтемді, жоғары жақтан бассам, міне көрдіңіздер ме? Яғни мына парақ белгіленген формат, соған байланысты ғана бұл, соған қатысты теңесетін болады. Сондықтан бұны өшіріп, біріншісінде тұра берсін. Яғни қай жерде тұр, соған байланысты теңесетін болады. Бүгінгі сабақ осы. Назар аударғандарыңызға рахмет. Пайдалы болсын сіздерге білім. Жақсы, сау болыңыздар.